6 сабақ қосу және азайту. Бірінші есеп суретке қара. Әрбір сан нені білдіретінін түсіндір дейді. Бірінші пойыз 30 вагон. 30 вагон, екінші пойызда 20 вагон. Сол кезде екеуін қосқан кезде қанша вагон шығатынын есептейтін боламыз. Міне балалар, мына жерде көрсетіп қойған есептерді. Осының мәнін түсіну үшін астына қарайсыздар, міне шығару үшін. 20 қосу 30 қосу 20 тең қанша болады екен? 50 болады екен. Қосты тексеру үшін қосындының мәнін, қосылғыштардың біреуін азайту қажет. Сондықтан екінші қосылғыш шығады дейді. 50 алу 20 сөз 30 шығады. 50 алу 30 сөз 20 шығады екен, не? Есте сақта дейді. 50-ден алсаң 20-ны 30 болады екен. Азайтуды тексеру үшін айырманың мәнін азайтқыштың қоссаң азайғыш шығады дейді. Міне 30 қосу 20 тең 50 болады. Азайтқыштың айырманың мәнін кемітсең азайтқыш шығады. 50 алу 30 тең 20 болады екен. Мына жердегідей көрсетіп тұр бізге. Мына есепте. Міне 30 қосу 20 тең қанша болады екен? 50. 20 қосу 30 50 болады. Енді мына жерде бізге алу болса, сол кезде мына жерде екі санды қосасын деп тұр. 20-ға 30-ты қосасын, сол кезде мына жерге қанша деп жазамыз? 50 деп жазамыз. 30-ға қосамыз 20-ны, мына жерде қанша болады? Бұл жерде 50 болады екен, е? Алу болып тұрса, қосуға айландырамыз мына екеуін, сөйтіп қосамыз дейді. Енді келесі қосынды мен айырма құрастыру, олардың мәнін тап қалай тексеруге болатынын түсіндір дейді. Қосылғыш, қосындың мәні қосылғыш болса 20, мына жерде 30 қосу 20. Екеуін қосқан кезде қанша шықты бағана? 50 шықты. Мына жерде 50 деп жазамыз. Енді 10-ға қосамыз 50-ді 60 болады екен мына жерде. Мына жерде 40 қосу 20, мына жерде 60 болады, ол жерде де өйткені қосылғыш деп тұр, қосу болып тұр бұл жерде. Ал енді астында азайтқыш айырманың мәні дейді. 100-ден аламыз 80 қанша болады? 20 болады екен. 70-ден аламыз 10-ды қанша болады? 60 болады. 80-ден аламыз 10-ды қанша болады? 70 болады, е? Енді бос орындарға тиісті сандарды ата дейді. Мына жерде қараңыздар. Мына бағана мынандай болса, қосу болып тұрса, енді насаннан мынаны аламыз дедік. 100-ден 40-ты алсаң қанша болады екен? 60 болады. Сол кезде 60 деп жазамыз мына жерге. Сонда 60 қосу 40 тең болады, 100 болады екен, е? Да, тура сондай. Мына жерде 80 болып тұр. Мына жердегі сан табу үшін, мына жерден мынаны аламыз, 80-нен аламыз. Қаншаны аламыз? 50-ді аламыз. Сол кезде қанша қалады? 30. 30-ға қосамыз 50-ді, 80 шықты. Енді мына жерде болса, міне 10 шығу үшін қалай шығарамыз? Бұл жерде 90-нан аламыз 10-ды. Сол кезде қанша шығады екен? 80 шығады екен, е? 80 шықты. Сол кезде 80 деп жазамыз мына жерге. Бұл жерде де алуды орындаймыз. Келесі бұл жерде қосамыз. Міне 50 қосу 40 90 шықты. 90 аламыз 40-ты қанша шығады екен? 50 шығады екен, е? Енді математика күнделікті өмірде дейді. Тапсырманы орында вагонға әжесі, анасы, немересі кірді. Олар 3 орынға қалай отыруы мүмкін? Әртүрлі нұсқаларды ұсын дейді. Міне жерде анасы, әжесі, немересі келді, отырды. Ал мына жерге әжесі отыруы мүмкін, немересі отыруы мүмкін, мамасы отыруы мүмкін.
немесе мына жерге немересі, мамасы, әжесі отыруы мүмкін. Үстіп орындарын ауыстырса, осылай болады. Саяхатшылар пойыздың терезесінен мынандай көріністерді көрді. Әр жағдайда сағат қандай уақытта көрсетуі мүмкін дейді. Мына жерде азанда қаншаны көрсетіп тұр? Мына жерде мына жерге көрсететін болса, таңғы 8 көрсетуі мүмкін. Міне 8 дейміз. Міне бір тілін 8-ге, бір тілін 12-ге келтіреміз. Ал екіншісі 11 көрсетуі мүмкін. 11 болса, міне бір тілін 11-ге, бір тілін 12-ге қоямыз. Ал мына жерде тал тұс, бұл жерде күн шыжынап тұр. Ол кезде 2-ні көрсетуі мүмкін, былай 2. Ал мына жерде 3 түн болып қалған. Ол кезде 11-ді көрсетуі мүмкін. Міне 11, түнгі 11 бұл жерде. Балалар, келесі сағат кездескенше сау болыңыздар.